Бүгінде адамзат үшін азық-түлік қауіпсіздігі басты мәселеге айналып келеді. Ғаламшар тұрғындарының саны 7 миллиардтан асып кетті. Алайда халық саны өскенімен азық-түлік өндірісі мәз емес. Қазақша айтсақ, жейтін ауыз көбейгенімен экологиялық, табиғи апаттар, жердің тозуы секілді факторларда азық-түлік өнімін молайтуды тығырыққа тіреп отырған жайы бар. Бүгін біз қала тұрғындарынан отандық өнімдерді тұтынасыз ба, қазақстандық қандай өнімдерді білесіздер деп сұрап көрген едік. Қандай қазақстандық өнімдерді білесіз? Мысалы күріш білем, қарақұмық білем. Одан басқа? Қант, ұн білем, бидай. Көп қой, ет өнімдері бар, сүт өнімдері бар, ірімшік, қаймақ, творог. Біздің Қазақстанның өнімдері көп қой. Рахат конфеті бар мына жерде, мысалы, мен оны алам. Баян сұлу бар. Өзім баян сұлуды алам, мысалы. Конфеттер өте дәмді, баян сұлу. Рахат қандай дәмді. Мен осы жерде тұрамын, балаларым да соны жейді. Макарон өнімдері бар, сұлтан бар. Содан кейін Мадина деген бар. Одан кейін тағандай бар. Көп қой макарон түрлері. Өзім майонез, мысалы, провансал өзіміздің майонездерді қолданам тоже. Три желания дейме қазір. Мысалы, ол қандай дәмді. Оны бұрыннан қолданам. Ол өте дәмді. Бұл отандық өнімдердің сапасы қандай? Ол сапасына мен 5 деген көңілім толады. Ол жақсы отандық өнім. Ешқандай қоспа ештеңесі жоқ. Соны алам өзім балаларыма да, немерелеріме де тырысам соны алуға. Енді көп қой отандық өнімдер. Мысалы, кір сабынымыз бар, порошогымыз бар. Енді өзім соларды, енді басқа помидор, қызанақ бар. Киімдер, мысалы, аяқ киім, жетісу бар ғой. Бұрын жетісу аяқ киім болды ғой менің бойында. Соны, мысалы, сол жерде әлі аяқ киімдер тігеді екен сол жерде. Мен бір рет сол жерге барып көргем аяқ киімдері. Өте сапасы да жақсы, бағасы да жақсы. Өте қымбат емес, аяғыңыз сасымайды. Білетім сол рахат. Енді рахат қалай мен оны білемін? Конфет арқалы білем. Конфеттер фабрикасы бар. Жақсы шығады. Қазақстандық өндіріс орындарын? Өндіріс орындарын білмейді екен оны. Бұл енді сұлтан мен ненің жаңағы рахаттың несі өнімдері шығады көңілден. Ақсайдың да өнімдері көңілден шығады. Бірақ енді кейбір неден оқысын Ақсайдың андағынша. Бірақ өзім Ақсайдан алам постоянно. Елімізде өткен жылы экспорт көрсеткіші 26,5 миллиардты құрады. 2025 жылдың бірінші тоқсанында өңделген өнімнің сыртқы саудасының жалпы көлемі 18,8 миллиард болған. Еліміз бойынша экспортқа жіберілетін негізгі тауарлар мыс және мыс катодтары, ферроқорытпалар, уран, мұнай өнімдері, күміс, бидай өнімдері, мырыш, табиғи газ болып келеді. Бізде шығарған жоқ, фабрика, завод деген жоқ, аты бар, заты жоқ ешқандай. Қанша 20 завод фабрика строй шығарды, телевизор көрсетеді, ақшады несін жабады, бәрін алады, толық жоқ. Соны болды. Сүт тағамдарын білем. Мысалы, группа рис өзімізден шығады, мысалы, тағы нелер бар. Қант өзімізден шығады, ұн өзімізден шығады. Енді фрукты, овощи бәрі өзімізден шығады деп ойлаймын. Макси чай бар, сол макси чайға ұқсас нелер бар ғой. Там фьюсти емес, сол IT бар. Мысалы, отандық өнімдерден ет шығаратын нелер бар еді ғой, ұмытып қалып тұрмын. Мысалы, Батыр деген компания бар, еттер шығаратын. Сосын Дәулет нан дейтін бар. Техникалар, тракторлар шығып жатыр мысалы. Енді курткалардың Қазақстан шығып жатқан. Көп нәрсе шығып жатыр Қазақстаннан, бәрі жақсы ғой. Атап айтқанда ма? Айта алмаймын. Азық-түліктің бәрі жетсейді ғой. Қауын, қарбыз, мақта, не керек? Сұлтан, макаронымыз өзімізден шығады. Хамре, соларды киім, отандық киімдерден өзіміздің қазір жас дизайнерлар көп қой, солар бар. Енді бұл аттарын білмеймін, көп отандық киімдер. Қазақстанның аграрлық әлеуеті әлі толық ашыла қойған жоқ. Бізде өнімнің негізі болғанымен оны қайта өңдеу ісі енді қолға алына бастады.
Статистикаға жүгінсек, елімізде тамақ өндірісімен айналысатын 2000-нан аса кәсіпорын тіркелген. Соңғы 10 жылда азық-түлік тауарларының негізгі түрлері бойынша өсім байқалады. Мәселен, кейінгі жылдары ұн, ірімшік, сары май өндірісі өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге, шұжық өндірісі 3,4 есеге, сүт пен қаймақ, өсімдік майы, макарон және маргарин 2,7 есеге, ал қант 5, жарма өндірісі 11% артқан. Дегенмен, ұлан-ғайыр жерінің асты-үсті берекелі қазақ елі үшін бұл көрсеткіш өте аз. Қымбатты тыңдарман, ал сіз отандық өнімдерді тұтынасыз ба? Арнамызға жазылыңыз, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, әлеуметтік желілерде репост жасаңыз.